Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер де сізде менікі сияқты көп мөлшерде тұқымның сарысы қалып қойған болса, онда осындай бисквитный торт дайындауыңызға болады. Қажетті ингредиенттерін описанияға жазып кетемін әдеттегідей. Ал кеттік. Бірінші бисквитімізді дайындаймыз. Бізге жұмыртқаның тұқымның сарысы керек болады. Менде 6 штук. Сіздер одан да көп алуыңызға болады. Үстіне ванилин қосып, миксермен араластырамыз. Аз-аздан песок қосамыз, яғни қант. Тұқымымыз көпіріп, үлкейгенше араластырамыз, миксерлаймыз. Мінекей тұқымымыз ағарды. Енді үстіне 50 грамм қант қосамыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Үстіне 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Және 2 ас қасық қайнаған су құйып, жақсылап тез-тез араластырамыз. Бисквитіміз дайын. Бисквитімізді формамызға құямыз. Менде силиконды форма. Бірақ ол міндетті емес. Бисквитімізді 180 градус пеште 20 минут пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сливки аламыз. Қант қосып миксерлаймыз. Мінекей креміміз де дайын болды. Енді бисквитімізға кремді жағып, әдемілеу ғана қалды. Достар, каналымда бірінші рет болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыз. Және басқа да рецепттармен қағылмас үшін колокольчик басып кетіңіз. Рахмет. Тортты қалай әсемдесеңіз де өз еркіңіз. Мен клубника кесіп қойдым және үстіне кондитерский конфетти септім. Тортымыз дайын. Ал енді кесіп көрейік. Кескенде өте жұмсақ кесіледі. Өте жұмсақ және дәмді бисквитіміз дайын. Сіз осы рецептпен дайындап көріңіз. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Жайларың тәтті болсын.